Так, туғандар, мына рубль дағы көтеріліп келе жатат. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Тақым Алмат каналымыздың қатталушылары. Ноқат шары бүгін бұйырса 9 июл 2026 жыл. Апта күнге бүгін аптаның 4-ші күні. Достар, ертемененки 9:30 болды. Мен сіздерге валюта курс бағаларын таныштырып баштаймын. Каналымызға сөзсіз түрде қатталып, лайктан басып тұрыңыздар. Сөзсіз түрде лайк басып көріңіздер. Доскрада банкта сатып алуыңызды баштайын. Айтам, доллар мұнеке 87.40, евро 99.40, рубль болса 1 сом 11 тиын. Капитал банк болса рубльдің алы мұна 1 сом 11 тиын. Бұл түріне кеше күні негізі 1 сом 10 тиын болған. Капитал банк бүгін 1 сом 11. Доллар болса 87.40, евро болса 99 сом 40 тиын. Финанс кредит банк кастамын, рубльдің алы мұнеке 1 сом 11 тиын. Доллар болса 87.40, евро болса 99 сом 50 тиын. Лайк басқанша көріңіздер, достар, комментарийна жазыңыздар, қайшыл жақтан көріп отырсыздар. Так, Байчумбанк рубльдің алы 1 сом 11 тиын, доллар болса 87.40, евро болса 99 сом 50 тиын. Анандағы достар, негізі бізден ноқатты азыр комментарийда өзіңіздер байқап отырсыздар. Елдерді айтып атады, банктар рубль албай атыр. Башқа региондарда қандай болтады, ошонда сөз түрде комментарийға жазып қойыңыздар. Обменниктер ақсалмаштырушы жер. Мына рубльдің алы 1.080 тиын, доллар болса 87 сом 60 тиын екен. Так, туғандар, кейінгі ақсалмаштырушы жер рубль 1.070 тиын, доллар болса 87 сом 60 тиын екен. Эми болса мен сіздерге Азия банкты көстөйүн. Азия банкта рубльдің алы 1 сом 10 тиын, доллар болса 87.40, евро 99 сом 60 тиын. Бақай банкта рубльдің алы 1.070-ке түшкеп тұрғы бұл жақ. Доллар болса 87.30, евро 99 сом 77 тиын. Эко исламик банк рубль 1 сом 10 тиын, евро 99.50, доллар болса 87 сом 40 тиын екен. Комментарийға жазыңыздар. Мүмкін болушынша достар қолдаңыздар. Рубль сіздер жақта алынып атабы, алынбай атабы.